Міне әкімшіліктер келе жатыр. Қонақтар, міне біздің қаланың әкімі, журналистер. Қайырлы күн, қадірменді қонақтар, қадірменді қала қонақтары. Жамбыл облысының 85 жылдық мерекесі аясында Тараз қолөнершілер қаласы 3-ші халықаралық қолөнершілер фестиваліне қош келдіңіздер. Қала әкімі бойынша дүниежүзілік қолөнер кеңесі сарапшыларының ұйғарымымен қолөнершілер қаласы тізіміне еніп отырған жалғыз қала Тараз қаласы. Бұнда орналасқан ежелгі 2000 жылдық қала екендігі және көне заманнан үзілмей жалғасып келе жатқан қолөнершілік дәстүрдің ордасы болғанымен ілінді. Біздің Тараз қаласы жүн мен киізге маманданған қолөнершілік дәстүрімен басқа әлем қалаларынан әрқашанда тұғыры биік. Сүйікті шаһарымыз осы тізімге өзінің үлкен туристік және қолөнершілік әулетінің арқасында еніп, осындай үлкен құрмет пен мәртебеге лайықты түрде ие болуда. Бұл ауқымды оқиға өңірдің мәдени, рухани және туристік салалардың дамуына жаңа серпін беретіндігі айдан анық. Құрметті қонақтар, қадірменді көпшілік, алғашқы сөз Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Тамабек Әбілқайыр Ғалымұлына беріледі. Вот анау ертек тұрғы малазийский вот этот көрдіңіз бе, ана ақ шапанда тұрғы. Ол құрметті головный убор. Тараз жерде өтіп жатқан Тараз қолөнершілер қаласы 3-ші халықаралық қолөнершілер көрмесіне қош келдіңіздер. Әлемге танымал болған тарихы терең Тараз қаласы 2022 жылдың 1 қазанында дүниежүзілік қолөнершілер қалаларының тізіміне ресми түрде енгізілді. Қолөнершілер қалаларының дүниежүзілік тізімі 2014 жылдан бері қалыптасып келеді. Және бүгінгі таңда бұл тізімге әлемнің 25 мемлекетінен 65 қала енген. Ал біздің қасиетті Таразымыз осы тізімге 56-шы қала болып енгізіліп, Қазақстанның алғашқы қолөнершілер қаласы мәртебесін иеленді. Біздің сүйікті қаламыз осы тізімге өзінің үлкен туристік және қолөнершілік әлеуетін арқасында енгізіліп отыр. Бүгінгі халықаралық көрмені өткізудегі негізгі мақсат өңірдің әлемге танымалдылығы мен туристік имиджін көтеру, отандық қолөнершілерді халықаралық деңгейде танымал ету, шетелдік және жергілікті қолөнершілер арасында достық қарым-қатынас пен ынтымақтастық орнату, тәжірибе алмасу, жоғалып бара жатқан қолөнер әлеміне. For many centuries, the city of Taraz has been regarded as one of the centers of trade and craftsmanship along the with a 2,000-year history is one of the oldest cities in Kazakhstan. Азиатско-Тихоокеанского региона. Not only enhances awareness of Dear ladies and gentlemen, the words for the World Craft Association Artist President Said Kabdoui. We are honored to be here on this very important occasion. This time I'm not going to read the speech. I will say it as it comes. 2 years ago, when World Craft Council International came here for the jury for the World Craft City flagship product. It was a real significant development in all sense and feel now, and I Келесі сөз Иран мемлекетінің мәдениет министрі Мариям Жинали ханымға беріледі. Австралиядан келген профессор именно қолөнерді дамытып жатқан осы дүниежүзінің несіне өзінің Австралияның қолөнерлері. Міне. Together and family in handcraft in Asia and the world. Осы қолөнершілердің отбасын батыл бірге қосып отқандарыңызға сіздерге үлкен рахметімді білдіремін. Iran and Kazakhstan very similar
culture and Иран және Қазақстан өзінің мәдениетімен және де традицияларымен өте бір-біріне қатты Иран ұқсайды. болып тұр ғой I онда. hope so in the Иран екен, е? Кувейт. Жүре берейін ба өстіп? Е, өзіңіз ұзақ. Уақыт нечек? Кешіріңіз. Тыковки тоже текстильные, из ткани. Хвостики натуральные. Все ручная работа. Тоже выше колена. Бас. Келе жатыр. Ойбай, үлгермей қалдық соны кейін. This is probably a going clearing handicraft. The love, you know. This is nice. This is very nice. Мынау қоқан күйіс дейді, шаян күйіс дейді, мынау жалпақ өрім дейді, мынау бауды өріп дейді, мынау шалма бау дейді. Пара бұл, екі адам жұп қойы. Келеді, натура екі көз, бір-бірімен екініке мынау екі қана. Мынау шаша, тек қана жақсылық болсын, шашу дейді қара. From the passion she's Апке, поворачивайтесь. she's saying she's so passionate. Түсіріп жатырмын мен, түсіріп жатырмын. Парольді бірекем мынау. Так, саламатсыздар ма? Я здесь работаю. Так, что бы вы хотели?
improve. Мынаның өзін неден тауған айтыңыз, жолдарды қояды. Біздің, it's native, our Jambul region, sheep. It's our proud, наша гордость. We're very proud. Now, please, take this back, Taras. It's a good present for you. Now, please. All people speak in English. I am a teacher. I am a teacher English. I am a teacher English. I have worked 40 years. Yes? Yes. Like the teacher. Yes. As a teacher of English. Now, please, take. That's it. Phone. Yeah. Саламатсыздар. Қалай, көңілдерің жақсы ма? Таныстыра беріңіз. Готовы, да? Да, конечно. Скажи, это национальный канал. Мына жерде жоқ нәкістер келе жатқан. Ханым, қоймай. Я вам тапсырмын. Бері қарар. Местного шерсти. Also the local. Нет. Применением шелка. Мынау біздің бутик, біздің прилавок. У нас делаются палантины, еще поножки, картины. Вот художник наша Эльмира Ханом делает на декрембер. That type of flowers is also made by Шелко называется. Bueno, біздің тоже полумердің ұжымы. Thank you.
Bir, iki, üç.